Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай оңай әрі тез дайындалатын, көп затты қажет етпейтін сәбіз салатын дайындайтын боламыз. Қанша мөлшерде сәбіз, пияз керектігін описание бөліміне жазып қалдырдым. Осындай чим-чим приправасын қолданамыз, осындай терка қолданам. Және ыдыс. Ең алдымен теркадан сәбізімізді өткізіп аламыз. Мына менің теркам осылай 4 піште етіп әдемілеп шығарады. Барлық сәбізімізді осылай үккіштен өткізіп аламыз. Мінекей, барлығын өткізіп болдым. Енді кезекте пиязымызды кубиктеп тураймыз. Өте майда қылып, ұсақтап. Осылай міне әдемілеп ұсақтап турап аламыз. Мінекей осылай ұсақтаймыз. Газымызды пешімізді қосып қойып, оған сұйық май құйып, үстінен пиязымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Міндетті түрде үнемі араластырып тұру керек. Мінекей осылай қызарады, әдемі болып. Оның ыстық күйінде сәбізімізге құямыз. Оның үстінен қазір кішкене араластырып жіберіп, приправамызды қосатын боламыз. Барлығын осындай қолымыз көмегімен ешқайсысы ештеңе қалып кетпеу керек ішінде. Түпкі жағында бәрібір қалып кетеді, оны біз қасықтың көмегімен шығаратын боламыз. Мінекей. Ең маңыздысы сәбіз салатта сәбіздің, яғни свежий, жаңа қытырлап тұруы. Қазақстанда павлодарский сәбіз дейді, яғни Павлодар жақтың сәбізі өте тәтті болады. Сол жақтың сәбізімен жасасаңыздар, өте дәмді шығады. Осылай барлығын араластырып болғаннан кейін ыдысымызға салып, бетін жауып, холодильникке қойып қоямыз. Яғни 3-4 сағаттан кейін алып қолдана берсеңіздер болады. Неше түрлі тамақтың қасына қосып жегенге өте тәтті, күшті болып шығатын салаттың бірі. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Парақшама өтіп тіркеліңіздер. Неше түрлі рецептер бар.